Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сабын жасайтын боламыз. Сабын жасау үшін бізге қажет затты экранға көрсетіп кететін боламын. Жұмысымызды бастамас бұрын бізге осындай скотч қажет. Скотчтың шетінен кесіп аламыз. Ол скотчтың қиындысын қолымызға орап, молдтарымызды қылшықтардан, әртүрлі мусорлардан тазалайтын боламыз. Молдтарымызды тазалап болдық. Негізінде мен молдтарды алдын-ала тазартып алған болатын скотчпен. Сіздерге көрсету мақсатында осылай жасап шықтым. Ендігі кезек бізге осындай мыльная основа керек, және де осындай тақтай керек болады. Тақтайды астына қойып, мыльная основамызды үйшіктен шығарып аламыз. Және де керек мөлшерде көз мөлшермен кесіп алатын боламыз. Мыльная основамызды негізі дәлме-дәл молдтарға кету үшін, артық шығын шығып кетпеу үшін таразыға салып өлшегендеріміз дұрыс. Мен таразы қолданбай отырған себебім, мен уже үйреніп кеткендіктен осылай көз мөлшермен ала беремін. Осылай өзімізге керек мөлшерде кесіп алып, ары қарай төрпіштілеп осылай сақтап турап шығатын боламыз. Мінеке мыльная основамызды турап болдық. Енді ыдысымызды алып, өзімізге керек мөлшерде жартысын ғана салып алатын боламыз. Ендігі кезек микроволновой печке осы мыльная основамызды 1-2 минутқа салып алып шығатын боламыз. Мінеке мыльная основамызды ерітіп алдық. Ендігі кезек бізге бір рет қолданатын осындай 2 ыдыс керек. Бұл ыдыстарға біз мыльная основамызды 2-ге бөліп алатын боламыз. 2 түрлі түске бояймыз, себебі 2 ыдысымызға құйып алдық. Мыльная основаны енді бояйтын боламыз. Осындай бізге бояғыштар керек. Бұл жасыл түсін жапырағына қолданатын боламыз. Екіншісіне осындай розовый түс қолданатын боламыз. Розовый бұл гүл болады. Енді бізге осындай қош иіс беріп тұру үшін иіс май керек. Гүлдің иісін таңдадым, пион деген. Менде мұнда иіс майдың пластмас бір заты құлап кетті. Оны алып тастап ары қарай жұмысымды жалғастырып кеттім. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Мінеке бірінші ыдысымыздағын араластырып болдық. Енді келесі ыдыстағы мыльная основаны араластыратын боламыз. Мұнда бояу жеткіліксіз болып қалды. Тағы да 1-2 тамшы тамызып жіберіп, ары қарай араластыруымды жалғастырып кеттім. Мінеке 2 ыдысымыздағы мыльная основамызды
жақсылап араластырып болдық. Енді кезек осындай молдтарымызға құятын боламыз. Бірінші жапырағымызды құямыз. Ауа қалып қоймау үшін аз-аздан құйып, бір-екі рет ұрып жіберіп, қалғанын құйып жіберген дұрыс болады. Мінекей жапырағымызды құйып болдық. Ендігі кезек пионымызға көшейік. Аз-аздан құйып, сол ұрғылап отқанымыз дұрыс. Сонда ауалары қалмайтын болады. Мінекей гүлімізді де құйып болдық. Енді осы молдқа құйылған сабындарымызды 20-30 минутқа қатырып қоятын боламыз. Жаңа құйып қойған пионымыз бен жапырағымыз қатқанға дейін тағы да мен басқа молдқа тюльпан құйғым келді. Осылай тюльпан молдымызды алып, дайындап қойып алдым. Енді осындай ыдысымызды алып, қалған бөлшектерін мыльный основаны салып алдым. Бұны да микроволновой печке ерітіп алатын боламын. Мінекей сабынымызды ерітіп алдық. Осының алдында сабын жасағанда қалай жасадық, дәл солай қайталап шығатын боламыз. Барлығын құйып болдық. Ендігі кезек 20-30 минут қатырып қоятын боламыз. Мінекей 20-30 минут өтті. Сабынымыз қатты. Енді осы сабынымызды молдтан шығаратын боламыз. Мінекей аппақ ақ қызғалдағымыз шықты. Енді сары қызғалдағымыз шығаратын боламыз. Келесі кезек пионымызды молдтан шығаратын боламыз. Пионымыз осындай әдемі болып шықты. Екінші пионымызды шығарамыз. Екінші пионымыз осылай әдемі болып шықты. Ендігі кезек бізде осындай жапырақтарымыз шығаратын боламыз. Бір жапырағымыз осылай сынып шықты. Ондай нәрселер болып тұрады. Екеуі сау болып шықты. Біреуі сынып шыққан болатын. Ол мінекей. Енді осы құйылған сабындарымыздың артық жерлерін пышақпен түзетіп кесіп алып тастайтын боламыз. Мінекей барлық сабынымыздың артық жерлерін түзетіп кесіп шықтық. Осылайша біздің сабындарымыз дайын болды. Осындай әдемі сабын шықты. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің парақшама тіркеліп алыңыздар.